Ассаламу алейкумдер. Бүгін приписной охотничье хозяйство Алгинский қай жерде орналасқан картасын бәрін түсіндіріп сіздерге өтіп шығамын. Мынау Ақтөбе, Ақтөбеден шығып мынау Қабдаға кететін жол, мынау Мартөкке кететін жол. Мына қап-қара болып тұрған бұл шойын жолдың бойы. Мына шойын жолдан кейін мына жерде көріп тұрсаңыз, мына жерде оранжевый цветпен тас жол, машина жолы ғой енді, асфальт таланған жол, сол жол. Міне мына жерлерде очистной бар, мына жерде АЗФ-мыз бар, завод АЗФ. Содан шыққаннан кейін буквально міне северный объезд деген салып тастады. Мына жерге северный объезд салып тастады. Қазір мынау көне карта. Сол северный объезден шыққаннан кейін Орынборға бара жатқанда мына сол жақ беті, Мартөкке баратқанда, Орынборға баратқанда сол жақ беті. Жолдың бойымен барасыз, шойын жолдың екі жағында атып отыруға болады. 100 метрден, 200 метрден шығын қарап, айналасының бәрі талып атуға болады. Қорайлыға жақындағаннан кейін мына жерде міне Родниковский приписной охотничье хозяйство басталады. Мынау Актюбинский приписной хозяйство, мынау Алгинский. Хлебодаровка деген шамалы жүріп өткеннен кейін мына жерде Қаратоғай деген жерге қарата кіріңкіреп, мынау електің бойына кіріңкіреп, қайтадан шығып кетуге болады. Мен өзінің территориясы картасы кіріп шығады. Мына жерде летный училищеміз бар Ақтөбенің. Сол шойын жолдан өтіп кеткеннен кейін шойын жол мына оң жақ бетімізде қалады. Сол жақ бетінде алғанын приписной охотничье хозяйство Алгинский қалады. Міне жолмен келе жатырық. Міне жолдан шығып шамалы охот жасауға болады. Оң жағына да, сол жағына да жүріңкіреп отырып. Мына Кеңшақарадан бұл уже ішке қарата кіріңкірейді, Қабдаға қарата. Ақсуға жақындайды. Ақсудан Мартөктің территориясы болады. Приписной охотничье хозяйство Мартөк. Новофедоровка. Мына жерден Новофедоровкадан кейін қайттан ішке қарта кіріңкіреп барып, мына жерде уже Сабынкөл деген приписной охотничье хозяйство Сабынкөл деген болады. Соған шекараластан Шайданың жолы бар, мына жерде Шайдаға баратын жол. Мынаның бәрі мына Алгинский приписной охотничье хозяйствоға кіреді. Сабынкөл, Шайданың суы. Мына жерден кіреді, Алпыспай деген жерден, мына жерден Оралға баратын, Қабдаға баратын трассаға келеді, тіреледі. Тірелген кезде мына жерде Сарыбұлақ, бұлақ. Мен бұл жердің видеосын снимать еттім. Приписной охотничье хозяйство Сарыбұлақ деген жер. Содан кейін қарата қайтамыз жолдың бекітіменен. Қабдаға баратқанда уже оң жақ беті. Оң жақ беті. Мына жерде Сабындыкөл деген приписной охотничье хозяйство. Мына жерден жүріп келатып, кейін қарата қайтып келатып, Ақтөбеге қайтып келатып, мына жерде чайхана бар. Сол чайхананы сайынан өткеннен кейін барып оңға бұрыласыз. Мына Ақтөбеге қатып келе жатқанда, мына жақтан картамен келе жатқанда. Мына сайдан если біздер мына жақта тұрып күннің шығыс жағына қарап тұрғанда оң жақ беті Сабындыкөл болады, Саркөл болады. Сол жақ беті Алгинский болады. Сонымен қайтып, кейін қарта қайтып, мына жерде Ивановка деген бар, Қарақобда деген бар. Қарақобда мына жерде көріп тұрсаңыз, Қарақобдадан кейін міне сайды жағалап, Қарақобданың сайын жағалап жүріңкіреп отырсаңыз, мынау мына жағы Боқ Алгинский, Ақтөбе жақ беті. Мынау Қабда жақ беті Саркөл деген болады. Содан түсіп, міне Қарабұлаққа келесіз. Қарабұлақтан келіп, міне қайттан ішке қарата кіріңкіреп барып, границаға келесіз. Мына жерде уже Қандыағаштың границасы басталады. Болгаркіге жетер-жетпес. Ішке қарата кіріп кетеді. Кейін қарата қайтады. Бұл жерде Алғабас деген жер бар. Мына Алға районында тұзы бар жер бар. Ертелікте қазды осы жақтан ататын едік. Қазір қаз шамалы. Оя жаққа тоқтамай тұрын құрап. Көктемде жақсы атылатын еді мына жерден қаз. Мына жерден бұрылып, міне ішке қарата, мына жерде таудың баурайы, мына жерде клеткілер бар. Сол клеткілерді жағалайды. Клеткі дегеніміз ол талдан жасалған. Ортасында совет үкіметі уақытында егін еккен ғой, сол клеткілер дейді. Сол клеткілерді жағалап, Еркін көштің поворотымен Ақтөбе, Қандыағаш деген тас жолына қосыламыз.
тас жолына қосылғаннан кейін мына тас жол мына жақ беті мына шойын жолменен қайтадан белгіленеді. Кейін қарта алға қарта қайтамыз. Міне алғаны айналып өтеді да, мына айналғаны айналасын атуға болады. Алғадан шығасыз да айналып қайтадан жолға түсіп, мына жолдың бәрін шойын жолдың екі жақ бетінде атоңқырап жүріңкіреп отыруға болады. Мынаның бәрі картаға кіреді. Мына Бештамаққа келдік. Бештамақ шойын жолды айналып, міне 42-ші разъезд, 41-ші разъездге келеміз да, мына элеватор жақпенен былай кете қоямыз. Мына жерге Саздинский водохранилище бар, мына жерде элеватор мына манда, мына жерде Сазда районы, мынаның бәрі алға приписное охотничье хозяйствоға кіреді. Енді орысшаға алсақ, орысша тілінде с Актюбинска выезжаем, вот эту сторону Хабды дорога, вот эту сторону Оренбурга идет. Мы если в сторону Оренбурга когда едем, получается у нас здесь построили северный объезд. Северный объезд, это в обход нашего города, это северный объезд 2, получается. Вот граница начинается. Вот это черная у нас идет железная дорога, вот это коричневая идет, это асфальтированная дорога. Получается, мы едем в сторону Оренбурга, да, получается. Вокруг Железки можно охотиться вот в сторону Курайля. Вот здесь Актюбинское приписное охотничье хозяйство, вот здесь Родниковское. Вот Курайля мы доезжаем, у нас начинается соседничать с границей Родниковской. Мы дальше едем. Вот проезжаем Хлебодарку проезжаем в сторону Каратугай, как бы заходит он в сторону Елека, вот эта речка захватывает чуть-чуть и опять обратно выскакивает оттуда. Но здесь железная дорога у нас получается с правой стороны, когда мы в сторону Мартука едем. А он, когда с Актюбинска выезжали, вот здесь он как бы будет слева, вот после Хлебодарки, получается, здесь есть мост, получается, он остается справа, а хозяйство остается слева. Вот мы проезжаем, вот по дороге можно как бы охотиться. Вот эта дорога, ну где-то 100-150 метров максимум от дороги. И сторону, в правую и левую сторону. Ну здесь как бы Кенсахара здесь, вот Ахсу территория, Новофедоровка, здесь у нас приписное охотничье хозяйство Мартукское выходит. Вот здесь вот граничит дорога Чайда, в сторону дорогу Чайда. Здесь у нас соседничаем с хозяйством Сабанкуль. Мы доходим до Алпспай. Мы здесь у нас видео снимали Сарбулак. Вот это охотничье хозяйство Сарбулак. Мы обратно возвращаемся по этой дороге в сторону Хабда, Актюбе. Вот эта дорога. Доезжаем до Сартугая. Здесь находится Чайхана. Вот с Чайханы мы подключаемся к Балке. Вот Глубиновка, Ивановка, Карахобда. Вот эта речка Карахобда, мы уходим вниз, Карабулак, вот в сторону Карабулак, здесь идет у нас поселок Болгарка. Не доезжая поселок Болгарка, мы уходим в сторону Кандагача, как бы, дорога. Вот здесь уже приписное охотничье хозяйство Кандагачское находится. Здесь у нас, получается, как бы отделяет здесь у нас нефтепровод или газопровод, что-то он проходит здесь у нас, получается. Вот здесь вот, не доезжая Алгабаса, здесь раньше хорошая охота была, это соленое озеро. Вот получается мы с Иркинкуша, вот выходим на Иркинкуша, вот здесь как бы Иркинкуш, вот поселок. Здесь опять соединяемся к дороге. Он нас разделяет опять обратно железная дорога, вот эта черная, вот эта дорога. Кандагач, Актюбе дорога, асфальтированная дорога. Вот Алга, получается, вот она находится, поселок. Он как бы районный центр. Вот вокруг Алги можно охотиться. И в сторону Бештамаха. Бештамах мы проезжаем. Вот 41-й мост мы заезжаем. И как бы получается вот здесь Сазда район. Саздинское водохранилище. И вот суть вся карта. Приписное охотничье хозяйство Алгенское. Если есть вопросы, вот можете позвонить. 8701 608 74 72. Мы что-то объясним, что-то покажем. Также у нас находится магазин. Все для охоты и рыбалки.